Фильмнің ашылу көрінісі Питер Паркер есімді жас баланың әкесінің жұмыс бөлмесіне кіріп, үстелінің быт-шыты шыққанын көрінен басталады. Сол сәтте әкесі кіріп келіп, маңызды құжаттарды асығыс жинап алады да, отбасымен бірге кетуге дайындалады. Питердің ата-анасы оны ағасы Бен мен тәтесі Мэйдің үйіне апарып тастап, ешқандай түсініктеме берместен кетіп қалады. Фильм бірнеше жылдан кейінгі уақытқа ауысады. Питер орта мектепте оқиды. Ол ақылды, бірақ тұйық мінезді, әрі әрдайым қиындыққа ұрынбауға тырысады. Соған қарамастан оның сыныптасы Флэш пен оның достары үнемі қорлайды. Бір күні Питер Флэштің көпшілік алдында бейкүнә бір жігітті мазақтап жатқанын көріп, бұған шыдай алмай араша түседі. Бірақ соққыға жығылады. Абырой болғанда сыныптасы Гвен Стейси келіп, оларды ажыратады. Кейін ол Питердің Флэшке қарсы тұруға батылы жеткен үшін мақтайды. Бұл Питердің жүзінде күлкі пайда болуына себеп болады. Сол кеште Питер мен ағасы Бен жертөлені тазалап жүріп, Питер әкесінің портфелін тауып алады. Оның жасырын бөлігін тексеріп көріп, ішінен құжаттар табады. Қағаздарды қарап отырып, Питер әкесінің Oscorp компаниясында доктор Курт Коннорс атты ғалыммен бірге жұмыс істегенін біледі. Интернеттен іздеу арқылы әкесінің әртүрлі түрлердің генетикасын зерттегенін анықтайды. Сондай-ақ ата-анасының ұшақ апатынан қаза тапқаны жайлы жаңалықты да көреді. Келесі күні Питер әкесі мен оның жұмысы туралы көбірек білу үшін Oscorp компаниясына барады. Ол кездейсоқ бір студенттің жеке деректерін ұрлап, өзін тағылымдамашы ретінде таныстырып, ғимаратқа кіреді. Ішке кіргенде доктор Коннорстың қарамағында жұмыс істейтін аға тағылымдамашы Гвенді көреді. Гвен оны байқап, не үшін келген сұрайды. Питер ғылымды жақсы көретінін айтады. Абырой болғанда Гвен оның шын кім екенін әшкерелемейді, бірақ сақ болуын ескертеді. Біршама уақыттан кейін Питер қолында әкесінің құжаттарында көрген белгілері бар қағаздарды көтеріп жүрген бір адамға соқтығысады. Ол адамды биокабельдерді дамыту бөліміне дейін аңдып барады да, әлгі адам кеткен соң бөлмеге жасырын кіреді. Ішінде генетикалық өзгертілген радиоактивті өрмекшілерге қатысты тәжірибе жүргізіліп жатқанын көреді. Қызықтаған Питер бір жіпті тартып қалады. Соның салдарынан тәжірибе бұзылып, өрмекшілер оның үстіне құлайды. Солардың біреуі оның мойнынан шағып алады. Үйіне қайтып келе жатқанда метро ішінде бір топ бұзақы Питерді қорламақ болады. Бірақ ол өзінің күшімен ептілігін артқанын байқайды. Ол олардың шабуылдарынан оңай жалтарып кетеді. Үйіне жеткен соң айна алдында тұрып, мойнынан радиоактивті өрмекшіні көреді. Келесі таңертең ол өзінде өрмекшіге тән қабілеттердің пайда болғанын біледі. Аса күш, өткір сезімталдық, ептілік пен жылдамдық. Сол күні Питер доктор Коннорстың үйіне барып, әкесінің аты Ричард екенін айтады. Питердің әріптесінің ұлы екенін білген доктор Коннорс олардың жоғалған аяқ қолды қайта қалпына келтіру үшін әртүрлі түрлер генетикасын зерттегенін түсіндіреді. Доктор Коннорс бұл жобаға өзі оң қолынан айырылғандықтан ерекше ынтамен кіріскен екен. Алайда Ричард қайтыс болған соң зерттеу аяқталмай қалған. Мұны естіген Питер құпия формуланы қағазға жазып, доктор Коннорсқа көрсетеді. Бұған қатты таңғалған ғалым екеуі келесі күні мектепте қайта кездесуге келіседі. Келесі күні мектепте Флэш баскетбол ойнап жүріп, бейкүнә бір қыздың жұмысына сия төгіп, оны тағы да қорлайды. Питер мұны көріп, қызға көмектесу үшін жақындайды. Доп қызға қарай ұшып келгенде, Питер оны әсерлі түрде қағып алады. Мұны көрген Флэш таңғалады. Допты қайтарып алу үшін келгенде, Питер жаңа қабілеттерін пайдаланып, оны керісінше өзі қорлай бастайды. Алайда тартыс кезінде баскетбол қалқаны сындырып алады. Соның салдарынан ағасы Бен мектепке шақырылады. Бен Питердің басқа оқушыларды қорлағанын біліп, қатты ренжиді де кетіп қалады. Ол Питерге кешке Мэй тәтесін алып кетуді тапсырады. Келесі көріністе Питер Oscorpқа бет алып, жол бойы паркур жаттығуларын жасайды. Сол жерде доктор Коннорс Питер берген формуланы пайдаланып, тышқандарға аяқ қолды қалпына келтіру тәжірибесін жасайды. Олардың таңданысына орай формула жұмыс істейді. Кейін Питер үйіне қайтып келгенде, үйдің алдында күтіп тұрған ағасы Бенді көреді. Ол Мэй тәтесін алып кетуді ұмытып кеткенін түсінеді де сөгіс естиді. Бен Питердің әкесі Ричардтың әрдайым адам өз міндетін орындау керек деп сенгенін еске салады. Бірақ Питер әкесі енді жоқ болған соң, оның не пайдасы бар деп жауап береді де ашумен кетіп қалады. Мэй тәтесі күйеуіне Питерді біраз уақытқа жалғыз қалдыруды айтады. Алайда Бен оның артынан барады. Питер дүкенге бір бөтелке сүт сатып алуға кіреді, бірақ ақшасы жетпейді. Сол сәтте артында тұрған бір адам дүкенді тонап,
қашып кетпек болады. Питерді іздеп жүрген ағасы Бен ұрыны көріп, оны ұстауға тырысады. Өкінішке қарай сол кезде ол оққа ұшады. Питер жүгіріп жеткенмен тым кеш болады. Ағасы Бен қайтыс болады. Бұл оқиға Питерді терең күйзеліске түсіреді. Себебі ағасы оның өмірдегі жалғыз жақын адам еді. Келесі күні мектепте Флэш Питерге жақындап келеді. Питер оны бірден шкафқа тіреп қысады. Бірақ Флэш ағасы Беннің өліміне байланысты көңіл айту үшін келген айтады. Гвен де оны құшақтап жұбатпақ болады. Алайда бұл көмектеспейді. Түнде көшеде серуендеп жүрген Питер бір қылмыстық топқа тап болады. Ағасы Бенді ұры өлтіргеніне әлі де ашулы. Питер оларға қарсы шабуыл жасап, паркур шеберлігін қолданады. Осы кезде ол қабырғаға өрмелей алатынды байқайды. Сол күннен бастап Питер ағасы Бенді өлтірген ұрыны табу үшін барлық қылмыстық топтарға қарсы тұра бастайды. Сонымен қатар қалада көптеген қылмыстардың алдын алады. Бір түнгі қақтығыс кезінде ол қараусыз қалған күрес аренасына құлап түсіп, сол жерден балуанның маскасын көреді. Бұл оған ой салады да өз болмысын жасыру үшін өзі маска дайындап алады. Питер зерек әрі алғыр жігіт болғандықтан өзі спандекс костюм тігіп, өз қолымен жасаған өрмек атқыштарын орнатады. Осылайша ерекше қабілеттердің арқасында ол біртіндеп жергілікті қаһарманға айналады. Қала тұрғындары оны өрмекші адам деп атай бастайды. Алайда полиция өрмекші адам заңды өз қолына алып жүр деп есептейді. Сондықтан Гвеннің әкесі капитан Джордж бастаған полиция оны іздеуге кіріседі. Бір кеште Питер бір ұрымен ойнап жүргенде полиция оны қарумен қоршап алады. Бірақ олар оны ұстай алмай қалады. Себебі Питер өрмек жіптерімен жылдам алыстап кетеді. Осы уақытта доктор Коннорс өзінің бастығы доктор Ратамен сөйлесіп жатады. Ол доктор Коннорсты адамдарға тәжірибе жүргізуді бастауға мәжбүрлейді. Сонда адамдар да жоғалған аяқ қолдарын қайта өсіре алады. Доктор Коннорс адамдардың өмірін қатерге тіге алмайтынын айтып, бірден бас тартады. Соның нәтижесінде доктор Рата оны жұмыстан шығарып, аяқ қолды қалпына келтіретін дәрінің формуласын тартып алады. Күйзеліске түскен доктор Коннорс сол препаратты өзіне егіп, есінен танып қалады. Біраз уақыттан кейін ол оянып, жоғалтқан қолының қайта өсіп шыққанын көреді. Алайда бұл дәрі оған қатты әсер етіп, оны алып жорғалаушы құбыжыққа айналдырады. Содан кейін ол доктор Ратаны іздеуге шығады. Осы уақытта Питер Гвеннің үйіне кешкі асқа шақырылады. Ас үстінде капитан Джордж өрмекші адамға қарсы сөз сөйлеп, оның жақында ұсталып қамауға алынатынын айтады. Бірақ Питер өрмекші адамды қорғап, оны халыққа қызмет ететін адам деп сипаттайды. Бұл екеуінің арасында біраз шиеленіс тудырады. Кешкі астан кейін Питер мен Гвен террасаға шығады. Сол жерде Питер өзінің өрмекші адам екенін айтып, Гвенді таңғалдырады. Дәл сол сәтте капитан Джорджға жедел қоңырау түсіп, ол кетуге мәжбүр болады. Ал Питер де оның артынан ереді. Көп ұзамай Питер Уильямсбрук көпіріне жетіп, жорғалаушы алыптың көліктерді көпірден лақтырып жатқан көреді. Ол бірден өрмекші адамның киімін киіп, өрмекші атқыштарын пайдаланып, барлық көліктерді құтқарып қалады. Өрмекші адамның келгенін көрген доктор Коннорс оқиға орнынан кетіп қалады. Кейін Питер көпірдің астына бір баланың көліктің ішінде қамалып қалған біледі. Бір сәт ойланбастан ол көліктің ішіне кіріп, бірақ бала қатты қорқып, шықпай қояды. Сонда Питер баланың сеніміне кіру үшін маскасын шешіп береді де оны аман алып шығады. Келесі күні полиция бұл істі өз қолына алып, өрмекші адамды тұтқындауға ордер шығарады. Бұл жаңалық Питерді қатты қынжылтады. Өйткені ол тек мұқтаж адамдарға көмектескісі келеді. Кейін ол доктор Коннорстың лашығына барып, алып жорғалаушы туралы сұрайды. Өзін жайсыз сезініп тұрған доктор Коннорс құбыжық қауіп төндірсе, аса агрессивті болатынын айтады да, жаңа жобасымен айналысам деп кетіп қалады. Осы кезде Питер доктор Коннорстың үстелінен дәрі құтысын байқайды. Бұл оған доктор Коннорстың дәріні өзіне еккенін түсіндіреді. Келесі көріністе Питер полиция бөлімшесіне барып, капитан Джорджға шындықты түсіндіруге тырысады. Ол доктор Коннорс кесіртке ДНК-сын пайдаланып, жоғалған қолын қайта өсіруге әрекет жасағанын, бірақ тәжірибе теңгерімсіз болып, оны алып кесірткеге айналдырғанын айтады. Алайда капитан Джордж бұл айқас генетикалық әңгімеге сенбей, Питерді кері қайтарады. Содан кейін Питер алып кесірткеге өзі қарсы шығуға шешім қабылдайды. Ол кәрізге түсіп, дәлел жинау үшін камерасын орнатады. Көп ұзамай доктор Коннорс тағы да алып кесірткеге айналып, кәрізде Питерге шабуыл жасайды. Екеуінің арасында қатты шайқас болады. Бірақ кенеттен Питердің өрмек атқыштары істен шығып, алып кесіртке оны паршалап тастамақ болады. Әупірімде Питер қашып құтылады. Біраз уақыттан кейін доктор Коннорс камераны тауып алып, оның үстінде Питердің аты жазылған көреді. Сол сәтте ол өрмекші адамның шын мәнінде Питер екенін түсінеді. Басқа жерде Питер Гвеннің бөлмесіне барып, ол оның жарасын таңып береді. Әңгіме барысында Питер бұл жағдайдың бәріне өзі кінәлі екенін айтады. Себебі ол аяқ қолды қалпына келтіріп
келтіретін формуланы доктор Коннорсқа берген. Енді мұның бәрін өзі тоқтатуы керек екенін айтады. Келесі күні доктор Коннорс Питердің мектебіне келіп, оқушыларды үркітеді. Ол Питерге шабуыл жасайды. Бірақ Питер өрмек атқыштардың көмегімен шабуылдардан жалтарып қарсыласады. Ұрыс мектеп ішінде жалғасады. Полиция келгенше доктор Коннорс оқиға орнынан қашып кетеді. Осыдан кейін Питер Гвеннен Оскорп зертханасынан қайтарғышты антидотты алып шығуды өтінеді. Ал өзі доктор Коннорстың қазірдегі жасырын орнына барып, оның Оскорп мұнарасындағы арнайы құрылғы арқылы бүкіл қалаға дәрін таратып, адамдарды кесірткеге айналдырмақ екенін біледі. Бұған қатты сасқан Питер Гвенге зертханадан тез кетуді бұйырады. Өйткені доктор Коннорс сол жаққа жол тартып келе жатқан еді. Полицияның бір бөлімі кесірткені тоқтатуға тырысса, капитан Джордж бастаған екінші бөлімше қиян кескі шайқастан кейін өрмекші адамды қалайда ұстауға бел буады. Ақыры бірінші бөлімше кесірткені құлатқандай болады. Алайда оның аса жылдам жазылып кететін қабілеті бар еді. Соның салдарынан ол басқа полицейлерге аяқ қолды қалпына келтіретін дәріні жұқтырып жібереді. Ал басқа жерде капитан Джордждың тобы өрмекші адамды қолға түсіріп, оның шын мәнінде Питер екенін біледі. Соған қарамастан Питер капитан Джорджды өзін босатуға көндіре алады. Себебі кесіртке дәл қазір Гвен антидотты алып жатқан Оскорпқа бара жатыр еді. Өкінішке қарай, полицейлердің бірі абайсызда Питерді атып алып, оның аяғын жаралайды. Енді ол дұрыс қозғала алмай, өрмекші жіптермен тербелуде қиындайды. Бұрын өрмекші адам құтқарып қалған баланың әкесі құрылыс саласында жұмыс істейтін еді. Өрмекші адамның Оскорпқа жету үшін қиналып жатқанын көріп, ол алғысын білдіру ретінде көмектесуге шешім қабылдайды. Ол барлық жұмысшыларын жинап, крандарды өрмекші адам пайдалана алатындай етіп орналастыруды бұйырады. Жол полициясы да оған жолды толғаш береді. Осы уақытта Гвен антидотты тауып, оны әкесіне беріп, еш кідірмей өрмекші адамға жеткізуді тапсырады. Капитан Джордж мұнараның төбесіне көтерілгенде, өрмекші адамның кесірткенің қолында дәрменсіз болып жатқан көреді. Ол кесірткеге оқ жаудырып, антидотты Питерге тапсырады. Осылайша Питер мұнараның ең жоғарғы нүктесіне көтеріліп, аяқ қолды қалпына келтіретін дәрінің орнына антидотты таратады. Алайда осы сәтте кесіртке капитанның терісін жыртып, оны ауыр жаралайды. Кейін ол Питерді тоқтатуға ұмтылады, бірақ тым кеш еді. Питер процесті аяқтап қойған болатын. Соның нәтижесінде доктор Коннорс пен жұқтырған барлық полицейлер қайтадан адам кейпіне оралады. Көп ұзамай мұнара қирай бастайды, ал Питер ажал құша жаздайды. Дәл соңғы сәтте есін жиған доктор Коннорс оны құтқарып қалады. Питер өлім аузында жатқан капитан Джордждың жанына келеді. Капитан қалаға өрмекші адам қажет екенін, бірақ Питер тірі жүргенше көптеген жаулар болатынын айтады. Ол Питерден Гвенді бұл істің бәрінен алыстауға уәде беруін сұрайды. Питер оған ант береді. Сол күннен бастап Питер уәдесіне тұрып, Гвеннен алшақ жүреді. Ол тіпті капитан Джордждың жерлеу рәсіміне де бармайды. Питердің салқын әрі алыстаған көрген Гвен оның бір уәде бергенін түсініп, соны қабылдауға шешім қабылдайды. Бір күні мектепте Флэш Питерге жақындап, бұрынғы мінезінен мүлде өзгерген айтады. Ол өрмекші адамның суреті бар жейде киіп жүргенін көрсетеді. Ал Питер оған мақтау айтады. Соңғы көріністе біз қылмыскерді қуып келе жатқан полиция көліктерін бақылап тұрған өрмекші адамды көреміз. Осылайша ол ресми түрде қаланың қаһарманы ретінде өз миссиясына аттанады.